15-ші есеп. Есептеңіз. 5 бүтін периодта 21-ден азайтамыз 3 бүтін периодта 6-ны. Период деген қалай есептеледі? Мысалы, егер периодсыз 3 бүтін жай 10-нан 6 болса, біз оны бөлшек түрінде 3 бүтін 10-нан 6 деп жазатын едік. Ал 3 бүтін периодта 6 дегеніміз, ол былай жазылады. 3 бүтін 6, 6, 6, 6 осылай шексіз кете береді. Біз бұны жай бөлшек түрінде жазған кезде 3 бүтін 9-дан 6 деп жазамыз. Неге? Себебі, мысалы, мынандай сан болсын. 0 бүтін 999. Осындай сан, ол бірге өте жақын орналасқан, сондықтан оны жуықтағанда біз 1 деп аламыз. Ал сонда 0 бүтін периодта 9-ымыз жуықтағанда 1-ге тең болып тұр. Онда 0 бүтін периодта 1, ол 9-дан 1-ге тең болады. Себебі 0 бүтін периодта 9-дан 9 есе кіші. Дәл солай 3 бүтін периодта 6 да 3 бүтін 9-дан 6 деп жазылады. Яғни периодта қанша сан бар, ол сонша 9-дан саналады. Яғни бір сан 6 болса, онда 9-дан 6 болады. Ал егер 5 бүтін периодта 21 болса, онда біз оны 5 бүтін 99-дан 21 деп есептейміз. Енді амалды орындайық. 5 бүтін 99-дан 21-ден азайтамыз 3 бүтін 9-дан 6-ны. Ортақ бөлімге келтіреміз. Мұнда 11 береміз, мұнда 1-ден береміз. Сонда 5 бүтін 99-дан 21-ден азайтамыз 3 бүтін 99-дан 66-ны. Бізде бірінші бөлшектің алымы екінші бөлшектің алымынан кіші. Сол себепті бірінші бөлшектен 1 бүтінді аламыз. Ол бізге 4 бүтін 99-дан 120-ны береді. Азайтамыз 3 бүтін 99-дан 66. Ол тең 1 бүтін 99-дан 54-ге. Бізде 99 бен 54 9-ға қысқарады. Мұнда 11 болады, мұнда 6 болады. Сонда жауабымыз 1 бүтін 11-ден 6 шығады. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.